просто тұрам. Шум шығармай, маған қатты қарамаңыз олай. Ала көздеріңізбен қарамаңыздар. Таныстырыңыздар өздеріңізді. Мен айғайламай кеп тұрмын просто. Мұнда концерт өте ма? Концерт бола ма? Концерт болады дейді, жастар сарайы. Иә? Өздеріңіз таныстырыңыздар. Міне автозак. О, келе жатыр. Опер уполномоченный мынау. Міне қас шуды көресіздер ме? Қас қараңыздар. Таратында. Қайырлы күн қазақ елі. Қазақстанды Северный Кореяға айландыратын ата заңды қабылдауға бара жатсыздар ма? Мен жұмысқа бара жатырмын мен. Мен бармаймын, даусымды да бермеймін. Өйткені қара халықтың жағдайын жасалатын заң емес анау. Қара халықтың жағдайы жазылмаған ол заңда. Үйсіз күйсіз қазақты үйлі қыламыз деп жазылмаған. Жұмыссыз қаңған қазақты жұмыспен қамтимыз деп жазылмаған. Ауру сырқау қазақты емдейміз деп жазылмаған. Қарызға батқан қазақты қарыздан құтқарамыз деп жазылмаған. Тек қана неше түрлі штрафтар туралы жазылған. Түр-түрі бар штрафтың. Сосын ешқашан қылмыссыз жауапкершілікке тартылмайтын елбасың туралы жазылған. Ешқашан жауапкершілікке тартылмайтын әкім министрлер туралы жазылған. Сосын ешқашан орыс тілінің ықпалынан шығалмайтын сорлы тілің туралы жазылған. Сондықтан да бармаймын. Тілің кеткен күні күнің де кетеді, құның да кетеді. Содан кейін жұмысқа барам деп шештім. Құрметті қазақ елі, қазақша сөйлейтіндер. Ораза қабыл болсын. Бүгін Наурыздың 15-і 26 жыл, сонымен қатар жаңа Конституцияны қабылдау мақсатында, ата заңымызды қабылдау мақсатында болатын референдум күні. Мен таң атпай өзімнің парызымды орындап, таңғы сағат 7-те дауыс беруге бардым. Енді осы жерде айта кетерім, сағат 7-те үрдіс бойынша әнұран орындалды. Қазір менің нақты айтар ойым осы әнұран туралы болып тұр. Әнұран деген сөзі де әні де өте керемет. Қазақтың ағиық ақыны Жұмекен Нәжімидин сөзін жазған кезінде Шәмші Қалдаяқов, қазақтың ғұлама композиторы. Екеуінде данышпандар деп айтсақ болады. Сөзін жазып сол кезде әнұран болып бекітілмей тұрғанның өзінде бұл қазақтың жүрегінен ойып тұрып орын алған ән болатын. Ал енді әнұранға келетін болсақ, мен осы жерде өз ойымды не үшін айтқым келіп отыр? Себебі осы күннен бастап, әнұран бекітілген күннен бастап, Қазақстанның алғашқы президенті Нұрсұлтан Назарбаев Әбішұлы ең алғаш рет осы біреудің авторлық құқығына қол соғып, бір-екі сөз кіргізді дағы, өзін үшінші автор ретінде қосып, сосын ұялмай гонорарын алған күн. Осы күннен бастап әнұран бекітілді, қазақ көзін жұмды, халық көзін жұмды. Және осы күннен бастап қазақ халқындағы белгілі адамдарының авторлық құқықтары бұзылып бастады. Қазақ халқының байлығы тоналып бастады. Біз ең үлкен алғашқы қателігіміз осы екі ағиық ақын мен композиторымыздың авторлық құқығын бұзған Назарбаев болатын. Сол кезде көзіміз жұмып сөйлей алмай қалғанымыздан басталып, бүгін әлі күнге дейін осы үрдіс жалғасын тауып келе жатқанын мен сіздермен бөлісу мақсатында, бұны қазіргі жастар біле бермейді және ойларына да кіріп шықпаған шығар. Негізінен мен әнұранға қарсы емеспін. Ол әнұран болып бекітілмей тұрғанда қазақтың жүрегінен орын алған керемет әннің біреуі еді. Бірақ мен осы бір кішкентай ғана Назарбаевтың бір
бір-екі сөз қосып өзін авторлық құқыққа қосып, автордың біреу ретінде көрсеткенде сол кезде сескеніп бастаған едім. Қазір сіздердің ойларыңызды осы салада біліп жүрсін деп айтып жатырмын, және ой пікірлеріңіз қалай? Мен Асан Смағұлов, Алматы қаласынан.